Сәлематсыздар ма, құрметті көпшілік. Бұл жолғы кездесуінде мен осы сөздің басын тағы да мақал мәтелдермен бастағым келіп отыр. Ары қарай бата берудің неше түрі болады екен. Соның бір-екеуімен сіздермен бөліскім келіп отыр. Мақал мәтел сөздің мәйегі дейді. Атасын құрметтеген баланың тілеген тілегі қабыл болады. Айнаға қарап емес, адамға қарап түзел. Әдептілік ар-ұят адамдылықтың белгісі, тұрпайылық жат мінез надандықтың белгісі дейді. Сөйлей білген жақсы, тыңдай білген одан да жақсы. Өнерін сыйлаған өрге шығады, дәстүрін сыйлаған төрге шығады. Түбіріне қарай бұтағы, тегіне қарай ұрпағы. Атаның ақылы балаға азық, жолы жазық. Көргенді жұртты тосып сөйлейді, тәлімі аз лепіріп жосып сөйлейді дейді. Бұлар да бір есте қалатындай өте орынды мақалдар екен. Айта берсе өте көп. Енді тақырыпқа сай бола ма, өздеріңіз көре жатарсыздар, бағасын бере жатарсыздар. Менде бір осы Шымкент қаласынан шыққан бірнеше бір кітап сатып алып едім. Ішінде атадан қалған баталар, бабадан қалған асыл сөздер деген тақырыппен шыққан. Соның ішінде қазақтың ақыны Ораз ақын Асқар деген кісінің батасы өте ұнады. Бас бата деп аталады екен ол. Қазіргі кезеңге өте лайықты, тозбаған, озбаған, мағыналы бата екен. Елбасымыз алысты көрсін, ел жұртымыз табысты болсын. Қыздарымыз сұлу, ұлдарымыз намысты болсын. Көршілеріміз тыныш болсын, тыңдағанымыз жұмыс болсын. Малымыз төлдеп, егініміз көктеп, дастарханымыз ырыс толсын. Қалада болсын, қырда болсын, келген кеткен риза болсын. Жолдастан жеріп, мырзаны теліп, алғандар нағыз мырза болсын. Нарық қалтаңды қақпайтын болсын, теңгеміз теңдік сақтайтын болсын. Қазақстанның барлық азаматтары қазақша сөйлеп, алға аттайтын болсын. Соғыстың беті болсыншы әрі, ренжімесін өміріне кәрі. Бауыр етіміз балалар түгіл, сатылмасын құс балапандары. Ұлымен бірге ұлт өзін сыйлап, қастерлесін асылын жинап, алаштың азаматтары бір ауызды болсын, шығара бермей бүйректен сирақ. Банктер теңгені топтайтын болсын, сыбайлас жемқорлық тоқтайтын болсын, ұлт араздығы ешқашан болмағанындай дағдарысты бізге соқпайтын болсын. Адалдықты ел жақтайтын болсын, арамдық қолдау таппайтын болсын. Эбола деген аты өшкір ауру енді ешкімге жұқпайтын болсын. Әйелдер пәренже жамылмайтын болсын. Ұрпағымыз ислам дінін ғана қабылдайтын болсын. Дәстүрлі дінімізді бұрмалаушыларға ортамыздан орын табылмайтын болсын. Еркектерді темекі тартпайтын болсын. Әйелдер иба сақтайтын болсын. Өз үйі өлең төсегі барлар кез келген жерге жатпайтын болсын. Балаларымыздың бағы жансын, қалаған білімін алсын. Тілін, дінін, дәстүрін біліп, оң саусағынан өнер тамсын. Мәдениетіміз мәнді болсын, тұрмысымыз сәнді болсын. Бәрін айтты, бірін айт, дербестігіміз мәнді болсын деген екен. Қандай мағыналы, өте керемет бата. Келесі жолы жолыққанша сау саламатты болыңыздар. Тағы бір өнегелі, жақсы осындай бата мақалдарды келесі жолы сіздермен тағы да бөлісемін. Сау саламатты болыңыздар.